Пещера Прометея дегенге келдік. Прометей үңгірі немесе Кумистави Кутаиси қаласынан 20 километр қашықтықта Цхалтуба қалашығының жанында орналасқан көрікті жер. Қазақстаннан баратын турист болсаңыз, сөзсіз осы жерді көруді кеңес етемін. Себебі бұл үңгір Грузияда ең үлкен үңгір. Армысыз, құрметті көрермен, менің атым Балжан, арнама қош келдіңіз. Каналға жазылып, лайкпен қолдап қойыңыз. Прометейге біз Кутаиси қаласының орталығынан 21 лари, яғни 3600 теңгеге Яндекс таксимен бардық. Үңгір ішінде өзен мен кішігірім көлдер бар. Қаласаңыз, қайықпен жүруге болады. Біз келгенде қайықпен серуендеу қызметі тоқтап тұр деді. Кіру бағасы шетелдік туристерге 23 лари, балаларға 5,5 лари. Прометей үңгірі 1983 жылы ең алғаш ашылған екен. 2010 жылға дейін Кумистави деп аталған. Одан кейін Михаил Саакашвили президент болып келген кезде бұл жерді туристік зонаға айналдыру мақсатында біраз жұмыстар істеп, бұның атын Прометей үңгірі деп атайық деген екен. Сөйтіп 2010 жылдан бастап бұл жер Прометей үңгірі деп аталып келе жатыр. Бұл жер туристік орындардың бірі. Кутаиси қаласынан бар жоғы 15 минуттық жер. Пещера Прометеяға қаратай түсіп бара жатырмыз. Үңгірге қаратай. Үңгірге кіргеннен ертегіге тап болғандай сезім болады екен. Ғажап, сөзбен айту мүмкін емес. Ал сталакеттер мен сталагмиттер болса көздің жауын алады. 5000 жылдық қарт үңгірді көру үшін Грузияға келуге болады. Өкінбейсің, құрметті көрермен, барсаңыз өз көзіңізбен көргенге ештеңе жетпейді. Егер барған болсаңыз, төменге пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сондай-ақ менің арнама жазылып, лайк басып, бөлісе отырыңыз. Прометей үңгірінің ішінде бәз бір моншада жүрген сияқты сезім болады екен. Үңгірдің тасы тұз бен саздың құрамынан тұрады. Баспалдақтары кішкене тайғақтау. 14 градус жылы. Плюс 14 градус жылы деді. Өте дымқыл ауа. Ауа дымқыл болғандықтан жер, су, тайғақ. Үңгірдің туристерге арналған бөлігінде 5 зал бар. Туристерге үңгірдің 1/10 бөлігіне ғана кіруге рұқсат етілген. Соның өзінде үңгірді аралауға біздің 1 сағатқа жуық уақытымыз кетті. Еще 700 метров будет. Этот зал называется зал любви, и здесь можно проводить церемонию бракосочетания. Это только 100 лари стоит, недорого. С этого места лучше видно, почему называется зал любви. Пожалуйста, смотрите, там цвет, красный цвет, только внутри сталагмит, там 2 профиля видно. С левой стороны женщина с большими губами, и справа мужчина. Я шучу, что он есть большой грузинский нос. Они хотят целоваться, но через 1000 лет возможно. И поэтому этот зал называется зал любви. Видели, да? Үңгірдің ішіндегі ауа аллергиктерге, астматиктерге, тамақ ауырған, өкпесі ауырған адамдарға өте пайдалы дейді. Содан тереңірек демалып жүріңіздер дейді. Енді қысқаша Кумиставидің Прометей үңгірі деген атауының шығу тегіне тоқталайық.
Кавказ мифінде алып күш иесі батыр Амиранида грек аңызындағы Прометей сияқты құдайларды қарғаған үшін үңгірде жазаланады. Осындай қызықты дерек бар. Құрметтім, менің арнама жазылып, қолдап қойыңыз және келесі сілтеме арқылы Кутаиси қаласының көрікті жерін көре аласыз. Алда Батумиге сапарым туралы видео болады. Аджария астанасы Кутаисиге мүлдем ұқсамайды. Күтіңіз. Көріскенше. Үңгірден шығып келе жатырмыз. Бітті үңгіріміз, үңгірдегі саяхатымыз. Моншаға түсіп шыққандай бір терлеп келе жатырмыз. Келдік, далаға шықтық. Иттің де жүрегінде құлпы бар.